Қайырлы күн, құрметті достар. Назарларыңызға атадан қалған адал аса атты айдарымыздың кезекті ұмыт болған тағамдарының бірі майсөк. Майсөк тағамын дайындау үшін бізге ең алдымен тары, қант, май қажет болады. Ең алдымен жуылған, тазаланған тарыны ыдысқа салып, үстіне қайнаған суды құйып, 10-15 минутқа бетін жауып қоямыз. Міне біздің тарымыз дайын. Құйылған суын барлығын бойына сіңіріп алды. Келесі кезекте біз тарыны құрғақ матаға салып, құрғатып алуымыз қажет. Осымен біздің тарымыз кепті. Кепкен тарыға келесі кезекте өзіміз қалауымызша қант қосамыз. Қант қосып жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте біз май қосамыз. Осымен біздің майсөгіміз дайын. Дайын болған майсөкті өзіміз қалауымызша формаға саламыз. Осымен біздің ұмыт болған тағамдарымыздың бірі майсөк дайын болды. Ас болсын.